Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге видеода Дариға. Бүгін сіздермен ыстық тағамның бірі шорпа деп аталатын тағамның рецептісімен бөліскім келеді. Бұл шорпа түрік, тәжік, өзбек халқының тағамдарының бірі екен. Бұл сорпа біздің қарапайым сорпаға қарағанда ерекшеленеді, яғни дәмімен ерекшеленеді. Әсіресе осындай қазіргі мезгіл ауысып жатырғанда осы сорпа түрін жанұяңызға, балаларыңызға жасап беріңіз, пайдалы болсын. Алдымен қазанға салқын су құйып, етімізді саламыз. Көбігі шыққанда бетіндегі көбігін алып, тұз салып, баяу отта 1,5 сағаттай бетін жауып қайнатамыз. Жалпы бұл өзбек сорпасында көкөністердің барлығы үлкен болып туралады. Яғни керекті заттар тізімі және ингредиенттер мөлшерімен описание бөлімінде видеоның астында қалдырамын. Яғни бізге керекті көкөністер картоп, қызанақ, болгар бұрышы, яғни тәтті бұрыш, сәбіз және де пияз. Міне ет 1,5 сағаттай пісті, қара бұрыш салдым. Алдымен үлкен етіп туралған пиязды салып, шамамен бетін жауып 10 минуттай қайнатамыз. Асты баяу отта тұрады. 10 минуттан кейін сәбіз салып, бетін жауып, тағы да 15 минут қайнатамыз. Міне осы уақытта бөлек ыдысқа етті салып аламыз. Ет толықтай пісті. Етті турауға қойып қоямыз. Етті алғаннан кейін бірден тәтті бұрыш, яғни болгар бұрышын және қызанақты салдым. Бетін жауып, тағы да 5 минутқа қалдырамыз қайнатуға. Міне 5 минут өтті. Соңында картопты саламыз және де бағанағы тураған етті саламыз. Және бетін жауып, тағы да картоп піскенше 7-10 минуттай пісіреміз. Міне шорпа дайын болды. Дәмді болды. Менің жанұяма, отбасыма, балаларға ұнады. Аз болсын жасап пісіріп көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер де сізге осы видео рецепт ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Сіздермен бірге видеода Дариға.